Түнімен дұрыс ұйықтай алмай шықтым. Қайда бір жаман түстер кіріп. Түсімде мына көрші арғын көтеріліп кетті. Не дейді құрсын? Әкім болып кеткен екен, шошып оянды. Ұйықтама енді. Әйтпесе түсіңде президент болып кетер. Мен де түс көрдім бүгін. Ауылдағы жалғыз сиырымды көріппін. Сабағың қалай өзің? Дұрыс па? Күшті сабағым, күшті. Байқа, дұрыс болмаса, әкең әлгі жалғыз сиырыңмен қосып өзіңді де соғымға жіберер. Мен ашайын, шайларыңызды іше беріңіздер. Әй, өмір-ай. Осыдан 30 жыл бұрын Әминеде осы Аружан сияқты еске қартай шапқылап жүруші. Кім екен, таң атпай жүрген? Квитанцияны алып келіпті, төлеу керек. Осы бүгін түстен кейінге қалдырмай төлеп тастау керек. Әйтпесе өткендегідей жарықты сөндіріп тастап, Ерболды таба алмай қалып жүреміз. Айдың аяғына дейін төлесек болды ғой. Айдың аяғына мен жалақы аламын, сол кезде өзім төлеп тастайын. Сен өзі жалақы аласың ба? Тегін жұмыс істеп жүрген жоқсың ба? 3 айдан асты жұмыс істегеніңе. Әл жалақыңды көргім жоқ. Мен рұқсат болса тұрайын. Сабаққа барайын. Соғымға кететін желание жоқ. Иә, маған да кету керек. Жұмысқа кешігетін желание жоқ. Шайларын ішкізбедің ғой, бәрін кетесің азаппен. Тыныш отырып шай ішуге болады ғой. Қой, мен де кетейін. Әкімшілікте жұмысым бар. Шай ішуге желание жоқ. Мен де үй тірліктерін істеп стайын бәрін. Бүгінгі күн керемет болып отыр, оның үстіне таяқ жейтін жарайды. Кет. Кетіңдер бәрін. Өзім ішем. Кеше ғана сынған тырнағын айтып жылап отыр еді ғой. Бүгін пысық сынып қалыпты. Кімнің пысық келін екенін көрсетейін саған. О, Ереке. Ассалаумалейкум. Ассалаумалейкум. Ерік, жайшылық па? Таң атпай бәріміз жинап алдың. Бұл уақытта әлі тауықтар да ұйқысынан тұрмаған шығар. Жұмыс уақытында не істеп жүрсің? Жігіттер, сендерге бір шындықты айтуға шақырдым. Көмектерің керек. Не болды? Барселона ақша тігіп қадалып қойған жоқсың ба? Жоқ, мен жұмыстан шығарып жіберді. Үйдегілер білмейді. Соған көмектерің керек болып тұр. Бұл досым. Қалай шығарып жіберді? Бәсеке, олай болмайды. Ол дұрыс емес. Қалай білімі бар адам жұмыстан шығарып жібересіз де, білімі жоқ біреуді аласыз. Бұл түрімізден қалай өсеміз? Ерік, маған ақыл үйретпе. Бұл жерде кімнің жұмысқа кіріп, кімнің шығатынын мен шешемін. Жұмысқа тек туысқандарыңызды ала бересіз. Біле білсең, бұл жерге де сені таныстар арқылы жұмысқа алғанмын. Болды, мен жұмыстан шығамын. Өз еркіммен. Банк болсақ та халықтың жағдайын ойлау керек. Осылай елді алдап, несие бере береміз бе? Ең бастысы жұмыс жүріп жатыр. Әркім өз күнін көру үшін жұмыс істейтін заман қазір. Мен өзім үшін емес, сіздің ата-анаңыз, өзімнің ата-анам, бүкіл қазақтың ата-анасы үшін, бала-шағасы үшін уайымдаймын. Онда өзіңе банк аш, халыққа тегін ақша тарат, көрейік қаншалықты жұмыс жасайды екенсің. Бұндай жерде жүріп, халыққа пайдам тимесе де, ең болмаса зияны да тимесін. Рахмет жұмысыңызға, мен жұмыстан шығамын. Солай енді, жұмыс жоқ. Ерік, сен де қызықсың. Үндемей сол жұмысты істей бермедің ба? Жоқ, сен түсінбедің. Мен шынайылықты жақсы көрем. Жағымпаздана алмаймын. Жоқ, досым, жағымпазданбай-ақ, бұл жерде көзбен бір көрмеген сияқты жүре беру керек та. Енді Ереке бізде сондай енді өмір. Енді олай болмаса бала-шағаны қалай асыраймыз? Не тапсырыс бересіздер?
Ең арзан не бар? Үшеумізге палау, Ерікке шай. Әзілден бауырым, бәрімізге палау бере ғой. Солай енді үйдегілер мені банкте жұмыс істейді деп ойлап жүр. Уайымдама досым, бәріміз солай ойлап жүрдік қой. Құрметті ауылдастар, бүгін еркін отыруларыңызға болады. Себебі мен бүгін қағазға қарап сөйлемеймін. Бәрін жаттап алдым. Бүгін жиналысқа емес сіздермен ақылдасуға келіп отырмын. Ауданымыздың құрметті азаматтарын, ақсақалдарын шақырып, бәрін басын қосып отырмын. Арамызда ауданымыздың құрметті азаматы өз отбасын ғана емес, бүкіл ауданды тәртіпке шақырып, үлгі өнеге көрсетіп жүрген ақсақалымыз Жұман атамыз ортамызда. Ауданымыздың тағы бір ақсақалы профессор Арғын ағамыз да ортамызда бүгін. Бұл кісі өте үлкен ғалым, профессор, ауданымызға көшіп келгелі бәріміз қатты қуанудамыз. Құрмет көрсетіп қояйық. Иә, қуаныштымыз. Бүкіл халық қуанып отыр. Осы болмағанда ауданға қауіп төніп тұр еді. Сонымен құрметті жолдастар, жаңа айтып өткендей, ауданымыздың қауіпсіздігін қолға алуымыз керек. Сізбен біз көшелерде қорықпай жүру үшін камера орнатуымыз қажет болып тұр. Дұрыс айтасыз. Әкім мырза, өте дұрыс айтып отырсыз. Бірақ өкінішке орай бұл шаруаға бюджеттен әзірше ақша бөлінбей жатыр. Ауданда қол ұшын берем деген азаматтар, азаматшалар болса. Әкім мырза, кешіріңіз. Мен жасап берейін. Аудан әкімі сұрап тұрған кезде неге үндемей отыруымыз керек? Бұл мына ауданның дамуына қосқан менің үлесім болсын. Мен жасатсам. Ой, рахмет. Әкім мырза, ешқандай да камераның керегі жоқ. Өзім-ақ қарап тұрам. Мына екі көзге не жетсін? Кезінде әскерде камерасыз да күзетте тұрдық қой. Оның үстіне камераға көп ақша кетеді. Камераға төлегенше маған төлеңдер. Әкім мырза, кешіріңіз. Мына мен халықтың игілігі үшін тегін орнатқызып беремін. Танысым бар, айттым бұл жақ. Әкім мырза, мен әзілдеймін. Сол қарап тұруға ақшаны мен ақ төлеп берейін. Шіркін, қазағымыздың осындай келіндер көп болса ғой, аула да таза болар еді, көше де таза болар еді. Апа, қалайсыз? Жақсы. Не оқып отырсыз? Жұлдызнама оқып отырмын ғой. Сенің жұлдызың қандай? Саршаян. Саршаян. Жолың ауыр екен. Сен біреуге ғашық екенсің, бірақ ол сені бағаламайды екен. Өтірік ол, апа. Сіз де қай-қайдағы жұлдызнамаға сен өтірік зат емес пе? Қалай өтірік? Мысалы, ерік тоқты, өз үстіне тыңғылықты, өзінің еңбегімен ақша таба алады. Не тұп тұр айтыптың менің балам туралы? Сіздің балаңыз туралы жақсы, мен туралы жаман айтады екен. Сіздікі қандай ал? Таразы. Бүгінгі күн менің қуанышты екен. Жақсы болды ғой. Ана Ләйләні көрмейтін болдым. Сөбіреуді көрсем, бір түрлі болып кетем. Жалпы сол үйдегі адамдарды көрсем, жыным келеді. Апа, неге айтасыз солай? Олай адамдар туралы, әсіресе көршілер туралы айтуға болмайды деп әкем әрдайым айтып жүреді. Қайдан білесіз, ол үйде де жақсы адам бар шығар. Құрметті де қадірлі Жұлдызбаев Ербол. Сіз Танымалова Маржанды
өмірлік жар етіп алуға келісесіз бе? Иә, келсем. Сіз Танымалова Маржан Ерболдың өмірлік жары болуға келісесіз бе? Жоқ. Ол үйде мен үшін жақсы адам жоқ. Қысқасы, жігіттер, көп сөзді қойайық. Досымызға көмектесуіміз керек. Бұл күнде таңертең үйінен шығады да, жұмысқа кетпейді, осы кафеге келіп кешке дейін отырады. Әбден шаршаған шығар. Дұрыс айтасың. Дос деген осындай кезде көрінеді негізі. Ереке, мен сенімен соңына дейін осы кафеде отыруға дайынмын. Бұл кафенің адамдарын бәрі мені танып алды ғой. Болмайды былай жүрген. Жұмыс табу керек. Даяшы болып жұмысқа кіре алмайсың ба? Шетелде оқып келіп, даяшы болып жүргенім қалай болар екен? Жақсы болады, кәдімгі шетелше тасисың тамақты бүйтіп. Әрине әзілдеймін. Қазір мен бір досыма хабарласайын, танысым бар. Оның бір кафесі бар. Ол жерде не істеймін мен? Енді жалғыз бір кафеде отыра бересің ба? Арасында сол жерге барып отырасың. Не деп отырсың сен? Досымызға көмектесуіміз керек. Қазір мен хабарласайыншы, уайымдама, бәрі жақсы болады. Иә, хабарласамыз қазір. Әрине Жұман аға, сізді көпті көрген мықты әскери адам екеніңізді білеміз. Сіз келгелі тіпті көршілеріңіз де көшеге шыққанда есіктерін кілттемей шығатын болып жүр ғой. Оныңыз рас, әкім мырза. Мына профессор Смақ көршім маған сенбейтін сияқты. Бірақ сонымен камераны не қыламыз, ақсақалдар? Әкім мырза, кезінде әскерде постта тұрып, ешқандай камерасыз да қарап тұратынбыз. Ол кезде сендер мына командирлерден қорққаннан кейін тұрған шығарсыздар. Әкім мырза, мысалы, ертең мына көрші шаруалармен кетіп қалатын болса, көше бақылаусыз қалады ғой. Бақылаусыз қалады. Мен ешқайда да кетпеймін. Керек болса шай тамағымды да сол көшенің басына алдырып алып ішемін. Ең бастысы, мына профессор Смақтан жеңіліп қалмауым керек. Осы жерде қатты кетіп қалдым ау. Бұл істегенім дұрыс емес. Кешірім сұрайын. Жақсы. Іштен етпейді, жақсы. Мә, жігіттер, мынау жұмыс жоқ деп жатыр, не істейміз? Осы мен 6-шы адамға хабарласып жатырмын. Енді шетелде оқығандар ешкім жұмысқа алмайды. Алғысы келмейді. Екіншіден, қай бастыққа ұнайды дейсің, өзінен білімді адам. Шынымен, Бірден бастық болатын жұмыс жоқ па? Ереке, сізге бастық болған жазылмаған ау. Жұмыста да, үйде де. Үйде бастық болуға болады ғой. Үйде бірақ ақша бермейді. Айтпақшы, сенің әкең әскери адам ғой? Үйге неге сен күзетіп қалмайды? Сен де қадырасың. Рүстем, сен қызықсың. Аружан емес пе үйде күзетте? Жақсы, бәрі ұнап жатыр. Келістік онда, рахмет. Су ішесіңдер ме? Қояйын ба? Воу, какие люди в Голливуде. Қалайсың? Жақсы ма бәрі? Жақсы. Өзің қалайсың? Жақсы. Не істеп жүрсің бұл жерде? Сол осы кафені сатып алайын деген ғой. Сөйлесуге келдім, иә? Мен де сол қол астындағы жұмысшылармен ақылдасып отырғанмын ғой. Жарайсың. Жақсы онда, бұйырса жолығамыз. Мен саған визиткамды алып қайын, Қаласам, хабарласып тұр. Жақсы, хабарласам. О, Басеке, қандай жұмыс бар, жасап тастайық? Жай сөйлеңдер, Басекеңге жай сөйлеңдер. Ашуланып жалақымызды қиып тастаса аш қаламыз ғой. Жігіттер, мына кафенде сатып алайын деп жатыр. Енді ерікке отыратын басқа кафе іздеу керек болды ғой. Әзілді қойыңдар, жігіттер. Шыны керек үйге барып өтірік айтудан шаршадым. Әкім мырза, жолдастар, қысқасы былай. Біздің көшеге камера керек. Ол деген жоғарыдан тұрып бәрін бақылап тұрады. Әкім мырза, мен де үйдің төбесіне шығып қарап тұра аламын. Техниканың аты техника, ал мен адаммын.
адам шаршайды, а техника шаршамайды. Менің Германияда тұратын бір таныс профессорым бар, мен шетелде көп боламын. Сол айтқан, көшеде орнатқан жарық, камералардың арқасында бұзақылық кәдімгідей азаяды деген. Азаяды. Сенің профессорың оттай. Қараңғыдан қорқатын біреу шығар. Қысқасы былай, әкім мырза, мына көпшілік мені қолдап жатыр. Қолдап жатыр бәрі. Біздің көшеге камера керек, бітті, болды, қолдап жатыр бәрі. Әкім мырза, бұл маңызды мәселені маған тапсырыңыз. Менің камера орнататын таныстарым бар. Орнатқызамын. Жоқ, әкім мырза. Болды, таласпаңыздар. Осындай аудан үшін қызмет жасайтын азаматтарымыз көп болсын. Жұман аға, Арғын аға, көшелеріңізде камераларды бөліп алсаңыздар. Жұман аға оң жақтағы көшеге, Арғын аға сол жақтағы көшеге камераны қондырса қалай қарайсыздар? Өте дұрыс, Олай болса, мына сол жақтаға тұратын тұрғындар уайымдамаңыздар. Жаңа айттым ғой, мені камера орнататын танысым бар, жақсы. Біз жақ тыныш болады. Әкім мырза, менің көшемде камера бақылайтын болады, және мен өзім де қарап тұратын болады. Бізге сенім артқандарыңызға үлкен рахмет. Мен жарысқысы келе ме сонда? Қызық, өзі бастап алып, өзі қашқаны қызық болды ғой. Мәссаған. Түріңі не болып кеткен? Ештеңе, апа. Неге сұрадыңыз? Бет аузының бәрі су ғой. Су, былай, жалпы, үйді жинастырып болып жатқаным ғой. Жан тәніп үшін жинағансың ғой. Қатты шашып кеткен бе? Жоқ, ішім пісіп, жинап, қайтып шашып жүрген ғой. Үйді бұзып, қайтып салам демеш. Дүкенге барып келейін. Бояуының бәрі ақып кетті ғой. Бетіне бесик тоярдай бояу жағалып, әдем болып көрініп жүрген түрі ғой. Қолына спиртқа ұстатсам, тура жалмауыз кемпір сияқты болады, кәрі қақпас. Индира, сен менің сыртымнан осындай әңгіме айтып жүрсің бе? Жалмауыз қақпас деп? Жоқ, апа, мен кәрі қақпасты айтып жатырмын. Енді менің бетіме айтайын дедің бе? Жоқ, анашым, сіз мен дұрыс түсінбей қалдыңыз. Мен анау көршінің келіні Аружанды айтып жатырмын. Ал сіз менің алтын анамсыз ғой. Бұл әлемде тек қана жалғыз ғана жалмауыз кемпір бар, ол Аружан. Дұрыс айтасың. Оның енесі де дәл сондай. Мен дүкенге кеттім. Үйде сүт таусылып қапты. Барып алып келейін. Жақсы, мен үйге барайын. Сағат 6 болып қалды. Жұмыстан шығатын уақыт болды. Кешіп қалсам, үйдегілер тағы ойлап қалар, қосымша ақша тауып жатыр деп. Негізі сенің банкте істеп жатқаның дұрыс болды. Әйтпесе, түнгі клубта күзетші болғаныңда қазір таңға дейін отыратын жер таппай әлек болатын едің. Ерік досым, мына 120 мың теңге қалтаңа салып қой, үйіңе алып бар. Осы айлық жалақым деп айтарсың, үйдегілеріңнен де ұят болған шығар. Бір болған кезде қайтарырсың. Ал. Жоқ, жігіттер, керек емес. Сендердің де отбасыларың бар ғой. Әбден әуре қылдым ғой, керек емес. Ялма. Осындай да көмектеспеген кезде қай кезде көмектесеміз? Ал. Енді саған да тездетіп ерік жұмысқа орналасу керек. Оның үстіне қазір жалақыны көтерейін деп жатқан көрінеді. Әйтпесе 150 мың теңгені тауып беру бізге де қиын болса ғой. Жақсы, рахмет. Рахмет, жігіттер. Нештеріңіз, есеп шоттарыңыз. Рахмет. Жігіттер, өзім жабайын. Бүгін енді жалақы алдым ғой. Тағы да бір нәрсе аласыңдар ма? Рахмет. Сәлеметсіздер ме? Сәлеметсіз бе? Маған 2% сүт бересіз бе? Маған 2-5% сүт беріңіз. 3% бар ма? 4% сүт беріңіз. 7%. Айран бар ма? Бар. Қаймақшы. Одан да қойылауы бар ма? Ішкім келіп тұр. Сиыр сатасыз ба? Үйме алып барып, өзім сауып ішейін.
Бұл жер сіздерге қора емес. Дүкен. Дүкен сатыла ма? Сатып алайын деп едім. Сіздер бұл жерді аукцион қылып жібердіңіздер ғой. Не аласыздар, айтыңыздар тезірек. Не істеймін енді? Не істеймін? Осы профессор Смақпен жарысам деп басыма бәле тілеп алдым ға. Камераны қайдан таптым? Енді өзім қарап отыратын болдым бенді. Бір досым бар еді. Камера қондыратын. Телефоны қайда екен? Міне. Алло? Берік. Бұл мен ғой жұман, служағым. Өй, бір отрядта болып едік қой. Голубцы, жұман, голубцы. Не ғой, Берік? Шаруа болып тұр. Мен мына көшеге камера қондыртатын тендерді ұтып алып едім. Соған енді таныс таба алмай отырмын. Сенде бар еді ғой, камера қондыратын. Не, тойды түсіретін ба? Сен айтсашы, ұзақ түсіретін заказ бар деп. Жарайды. Қалжыңдап отырмын ғой, әзіл. Жақсы, сау бол. Енді қайттым, не істеймін? Ана шал солдатпен жарысам деп қораға кірдім. Неге үндемей отыра бермеді ма? Қағаздарды шашып, не іздеп отырсың? Камера іздедім. Қағаздардың арасынан камера? Тыныштық берші, әкімшілікте солдат, мұнда сен. Көшеге кім камера орнатады дегенде, орнынан тұрдым да мен айттым. Мен орнатам дедім. Танысым бар дедім. Енді сол танысты таппай жатырмын. Жалпы сен мені жалғыз қалдыршы. Саған тыныштық емес, камера керек. Дәл қазір маған екеуі де керек болып тұр. Сүйіктім. Артынып қайдан келесің? Не мына олар? Дүкенде бірден кейін қалдым өзі. Мына сары пакетке сатушының өзін салдым не қымала келмеді? Лейла кішкене қырсыққанда дүкеншінің үйін бәрін сатып алушы еді. Бұларды қарызға жаздырып алып едім, енді қашан құтылар екенбіз. Анашым, уайымдамаңыз. Енді газдан да, судан да, жарықтан да құтыласыз. Мен жалақы алдым. Бәрін төлесеңіз болады. Міне, көрдің бе? Жалақың қайда? Тегін жұмыс істеп жүрсің бе деп миын жеуші едің. Оны мен қоймай, әлгі осы бала жұмыс істеп жүр ме? Әлде кешке дейін бір жаққа барып отырып, келді ме деуші едің ғой? Міне? Жарайды, шай ішейік. Алло? Алло? Әкімшіліктен? Иә, тыңдап тұрмын, әкім мырза. Иә? Камера қондырғыларын қоймайтын болдық ба? Неге? Қаражат жағы шешілмеді ме? Қап. Мен бәрін дайындап, жұмысшыларды шақырып қойып едім. Жақсы. Айтайын, келесі жылға қалды деп. Жақсы, сау болыңыз. Еркежан, айлық алдың дедің ме? Иә, алдым. Ерболжан, сабағың қалай, жақсы ма? Жақсы. Қыз туралы сұрап жүр едің. Не болды? Сөйлестің бе? Иә, сөйлесіп жүрмін. Қыз дайын болса біз дайын. Айт, құда болып өзім барам.
Өніңгөй тойдың соңындағы сөздерді мен айтамын. Шай ішейік. Қапсыз білесіздер. Жүрсең алыс жеріне